Мы с первой поликлиники хотели провести беседу с населением нашим и объяснить, что такое ОСМС и что такое бесплатная медицина. Вы знаете, что такое ОСМС? В чем различие бесплатной медицины и ОСМС? Это не бесплатная медицина. Мы делаем налог пенсионерам бесплатно. Еще каким-то людям. Ну, вы, как ИП, вы оплачиваете свою... Огромное население. И я плачу. И получаю услуги, которые мне необходимы в полном объеме. Biz özümüzge özümüz жұмыс жасаймыз. Біздерде ТО ай сайын аударып тұрамыз. Страховка қалай, больницада ма? Иә, иә. Білмеймін. Қандай жеңілдіктер барын білесіз ба? Оны жағын білмеймін. Алып тұрамыз, иә, тегін қызметтер. Сол бірінші поликлиникаға қараймыз біздер, иә. Страховкаңыз бар ма? Өз жағында, шестой поликлиникада. Қандай жеңілдіктер барын білесіз ба? 2026-дағы өзгерістер болайын деп жатыр. Диспансерлік учетта тұратын болсаңыз, дәрілер тегін ала аласыз, медициналық консультацияларды. Ну, вы довольны нашей медициной, ОСМС? Я довольна. И, в принципе, меня все устраивает. Әрине ұнайды, бірақ енді кішкене кезекті көп күтпеу жағын қарастырса, өйткені мысалы алдын ала жазылу ұзақ өте күту керек болады. Енді ауырып тұрған кісілерге әсіресе бұл енді кішкене ыңғайсыз жағдай. ОСМС, да, оплачиваем. Да. У вас как отчисление вам работодатель платит? Да. ОСМС – это медицинское страхование, есть медицинское страхование и гарантированный объем бесплатной медицины. Вы можете пройти разные дорогостоящие обследования, можете пройти КТ, МРТ, рентген, бесплатные лекарства. Қандай да сұрақтарыңыз болса, 1414-ке хабарлассаңыз болады. Қан тапсырсаңыз, анализ тапсырсаңыз, тегін ала аласыз. Одан бөлек колл-центр бар, 1414, соған хабарласып, сұрақтарыңыз болса, соған қоюға болады. Егер де бізге бірінші қалалық емханаға тіркеуде болсаңыз, тіркеу бөліміне келіп, толық мәлімет алсаңыздар болады. Сіздің страховкаңызды білу үшін, мына мобильдік қосымшаны телефоныңызға жүктеп қарасаңыз болады, немесе 1414 телефонына звондап білсеңіз де болады. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі ол ортақ жауапкершілік қағидатына негізделген. МәМС жүйесіне тіркеле отырып сіз бейін мамандар кеңесі, стационарлық амбулаторлық ем, оңалту шараларын кең көлемде ала аласыз. 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап созылмалы аурулардың бірқатар түрлері МәМС пакетіне енгізіледі. Созылмалы қант диабеті, сал ауруының балаларға тән түрі, ревматизм және дәнекер тінінің жүйелі зақымданулары. Ертеңгі күніңізге сенімді болып МәМС жүйесіне қатысыңыз, сапалы медициналық көмек алыңыз.